Енді мына жерде сұрақтар жазып жатыр. Я ЗПР, задержка нервного развития, задержка психического, задержка речевого развития деп айтып жатыр. Эпилептический припадки деп жатыр, иә. Енді бұл деген тоже ұзақ емделуді қажет ететін аурулар ғой, мысалға деген, иә. Если балдар 10 жасқа дейін болатын болса, айызды свечаны жартыдан, чаганы жартыдан күндіз, айыздыны кешке жақын салыңыздар, ұзақ салыңыздар, 1 ай, 1,5 ай, 2 ай салыңыздар. Сосын қарасаңыздар, развитиесіне қараңыздар. Енді ол деген шыдамдылықты требовать ететін ауру ғой. Қалай болады екен? Мысалға, эпилепсияда мынша дәрі ішетін едік біз, карбамазепин или там другой, там соны ішіп жүретін едік. Енді оны ішпейтін болды. Судорога мында уже не қылмай қалды, жаңағындай азайды деген сияқты. Сіздер наблюдать етіңіздер, қаншалықты действие беріп жатырғанын. Оны сіздер ғана біле аласыздар, әсер етіп жатыр ма, етпей жатыр ма. Бүгін салып едік, ертең салып едік, арғы күні біздің эпилепсиямыз тоқтамады деген болмайды. Оны ұзақтау емдеу керек. Мысалға деген жаңағы нені речевое развитие, психическое развитие, оларға специально детсадтар береді. Сол детсадтарға мысалға деген 6 айлап апарасыздар ғой, жаңағы там психиатр занимается, там невропатолог, там логопед занимается. Сондай сияқты свечаны да үзбей салып отырыңыздар. Жартыдан, баланың күшіне тимей, кері әсер алмай жартыдан салып отырыңыздар. Сосын наблюдать етіңіздер, қаншалықты болатын жағындай. Енді ол эпилепсияда, задержкада мидың функциясына байланысты ғой. Мысалға, кейбіреулерде туа бітті гипоксия болады, кейбіреулерде мысалға эпилепсияларда мида очаг болады, соларда рассасывать етуі мүмкін. Өйткені жаңағы сол очагтан импульс барады да, жаңағындай судорожный синдром болады, эпилептический. Кейбіреулерде эпилептический судороги просто бір точкеге қарап қалу, мысалға деген аузын ашып неғып қалу, тұрып қалу бір жерде сондай болады. Кейбіреулер действительно жаңағындай большой эпилептический судороги, ол аяқ қолының бәрі тартылып, прям деген аузынан көп атла сондай болып қалады. Сондықтан жайлап бастап емдеңіздер. 10 жасқа дейін балаға жаңағындай айызды кешке жақын 1 мезгіл жарты, түске дейін чаганы 1 мезгіл салыңыздар. Ұзақтау 2 ай, 3 ай, 5 ай, 6 ай, содан кейін барып айтыңыздар результатты. Міне мен сөйтіп салатын едім, жақсы болды. Несі мысалға деген жаңағы мамандардың несімен қарағанда мынандай развитиесінде мынандай өзгеріс болды дегенді, сосын сіздер айтасыздар. Мысалға, я жаңағы бүйрек, бауырды май басқан деп жатсыздар ғой, жировой гепатоз, биохимический анализдері жоғары, гепатит С, например, да, тоже грозный диагноздар ғой. Енді біздің өзіміздің дұрыс тамақтанбауымыздың арқасында жинап алған ауруымыз ғой. Мысалға, соны осы біздің препараттармен емдейді да, медицинский жолменен. Енді көп беретін нәрсе, дәрігерлер енді мысалы қымбат қой, енді эссенциали форте береді да. Вот эссенциали фортенің действиясы болу үшін жыл 12 ай қабылдау керек. 2 капсуладан 3 мезгіл қабылдайсыз. 1 жыл. Сол кезде бар сіздің гепатозыңызбенен жаңағындай жаңағы биохимический анализдеріңіз жақсарып, бауырдың үлкейгені кетеді. Ол уже доказанный нәрсе. Прямо аны шығарып отқан мен производительдермен сөйлескен кезде ол солай действие береді деп айтылған. Ал енді нені жаңағы эссенциали форте мысалға бір пачкасы тұрады, 6.000-дай тұрады, 5.000 теңге тұрады. 2 штуктан салған кезде айына 4 штук кетеді, 20 мыңға, иә. Сондай сияқты ғой, ұзақ емделген жағдайда ғана любой препараттан нәтиже аласыздар. Сондықтан айыздыны жаңа мен айтқандай саласыздар. Бүгін салып едім, менің жаңағы нем жақсы болды, әлгі протрузиям жақсы болды, давлением түсті деген әңгіме ол дұрыс емес. Олай ол еш уақытта да болмайды, ол бір наркотик емес қой. Сондықтан төзімділік керек бұл жерде, жаңағы сабырлық керек, дұрыстап салу керек, жаңағындай үміт керек. Вот осы нәрсе маған көмектеседі деген. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Енді сұрақтарыңыз қоя беріңіздер, жайлап мен жауап беріп отырам. Просто мен переезжать еткен басқа квартираға, еще жаңағы балам, немерем жаңағы автобусқа оплатаға алып кетеді. Сондықтан осындай таңертең кешке жақын жауап беріп отырам.